Ай мектеп. О, Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал, жағдайларың қалай? Демалыстарың қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасымалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, уыл деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралыптыр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасымалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасымалдамаған ғой. А, ол, а, уа, а, та деген сөздерде екі буын бар. Иә, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыс жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әкке, ана, ақын, үкі, емен. Осы сөздердегі ә, а, е дыбыстары жеке буын құрап тұр. Бірақ бұл сөздерді тура осылай буынға бөлгендей тасымалдауға болмайды. Дана, мен саған сөздер айтам. Сен оларды бірінші буынға бөл, одан соң дұрыс тасымалын айт. Мысалы, ойыншық, етікші, арыстан, инелік, орындық, ірімшік. Ойыншық, ойыншық, етікші, етікші, инелік, инелік, орындық, орындық, арыстан, арыстан, ірімшік, ірімшік. Жақсы, Дана. Буын мен тасымалды жақсы түсініпсің. Енді Томның хатына жауап қайтарайық. Сәлем, Том. Біздің хал жағдайымыз жақсы. Ауылдан жақында оралдық. Бізде ауа райы тамаша. Өзіңде басқа қандай жаңалықтар бар? Астанаға келуіңді асыға күтеміз. Ата-анаңа бізден сәлем айт. Сәлеммен Алан және Дана. Қайталайық. Буын және тасымал. Буын. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, бала, орындық, мектеп. Дауысты дыбыс сөз басында келгенде жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әке, арыстан, ірімшік. Тасымал. Жазып келе жатқанда жолға сыймаған сөздер буын жігімен тасымалданады. Мысалы, дүкендер, балалар. Ескерту. Жеке дыбыс жол соңында және жол басында келмейді. Тасымалданған буын келесі жолдың басында дауысты дыбыстан басталмайды. Қысқарған сөздер тасымалданбайды. Буынға бөлгенде
ойыншық. Тасымалданғанда ойыншық болады. Сол сияқты етікші, етікші. Инелік, инелік. Орындық, орындық. Арыстан, арыстан. Ірімшік, ірімшік.